Сәлем достар, бүгін біз осы жебе құрақтың тігілу жолын үйреніп шығатын боламыз. Бұл екінші түрі. Ол үшін бізге осындай ақ мата қажет. Астына қоюға осылай бір бүктеп аламыз ортасынан. Және бұл матамыздың ортасынан тігілетін болады. Лентамыздың ені 4 сантиметр болады. Мен осылай 4-7 сантиметр қиып, және ортасынан тағы бір бөліп аламыз. Сол кезде 3 бұрыш пайда болады. Матамыздың дәл ортасына қойып, бұрышын бір тігіп аламын. Енді екінші матамызды қойып, осылай бірінші тікпей тұрып қараймыз, үстіне қойып, сол кезде екінші жағындағы бұрышы астындағы матамыздан шығып кетпеу керек. Көрсетіп отырмын, осылай қойып аламыз. Одан кейін барып тігеміз, яғни астындағы матадан шығып кетпеу керек. Сол үшін 4-5 сантиметрдей тастай отырып матаны тігеміз. Артығын қиып алып тастадым. Ақ лентамыздың да жаны 5 миллиметрдей 5 миллиметрдей екі жағынан шығып, осылай қиып аламыз, тігіп аламыз. Екінші матамызды да осылай қойып қараймыз бұрышы шығып кетпеу керек астында ақ матадан. Одан кейін түгін төменге қаратып бір тігіп аламыз. Екінші матамызды да мынағыдай етіп 5-6 сантиметр қалдырып тігеміз. Ақ матамызды қоямыз, енді жанынан 1 сантиметрде қалдырсақ болады, 5 миллиметр қалдырсақ та болады. Осылай тігіп аламыз. Мана айтып өткендей, бірінші астын өлшеп қойып аламыз, астындағы матадан шығып кетпейтіндей етіп, одан кейін осылай тігіп аламыз. Бұрышы астындағы матаменен бірдей болу керек. Астын үстіндегі матамыз бұрышына келгенде осылай үзбей-үз тігіп, артық жерлерін қиып алып тастап отырамыз. Екі шетінен манағы 1 сантиметр қалдырып тігіп аламыз. Енді екінші бұрышына өтіп жатырмыз ғой. 4 бұрышымыздың, сол кезде біз лентамызды артық алмасақ та болады. Қойған кезде уже матамыз артып қалатын екен, қиып алып тастап жатырмын. Сондықтан бірінші бұрышы қойған кезімізде бірінші бұрышы бірдей болу керек астындағы матамен. Міне қарасаңыздар, мен бұрышы
біраз мата артып жатыр, сондықтан қойған кезде қараймыз соған. Міне тағы бір көрсетіп өтем, міне қарасаңыздар, мен бірдей қылып қойып жатырмын. Үстіндегі матаны астындағы матаның бұрышымен бірдей қылып қойып жатырмын, тегістеп. Сол кезде артық мақта қалмайтын болады үстіндегі лентамызда. Міне тағы бір көрсетeceğim, міне қолмен көрсеттім. Сол лентаның бұрышы астындағы матаның сызығымен бірдей болу керек. Ашқан кезде де ешқандай артық мата қалмайтын болады. Енді бұрышы бітті, енді екі жағына осындай матадан қиып қоятын боламыз. Міне екі бөліп алдым мен мына матаны. Енді екі жағына осы матаны тігіп аламын. Түгін төменге қаратуды ұмытпаймыз. Енді осылай астыңғы жағынан осылай бір тігіп аламыз, бір тігіспен. Одан кейін артық матамызды қиып алып тастайтын боламыз. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, түсінбеген жерлеріңіз болса сұрасаңыздар болады. Алдағы уақытта басқа да видеолар шығатын болады күнделікті. Сондықтан сіздерден қолдау күтетін боламын.